Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым. Мынау көп жағдайларда ерлердің арасындағы проблемамен қосымша осы әйел кісілердің ағзасында кездесетін осы урологиялық патологияның бірі цистит ауруы. Яғни цистит дегеніміз не? Осыған тоқталатын боламыз. Олай болса видеоны соңына дейін қарап шығамыз, және де достарымызға таратуды ұмытпаймыз. Ал енді оралатын болса, көп жағдайларда бізде ерлермен қосымша әйел кісілерде де осы зәр шығару жолдарына шағым айтып жатады. Оның біріне келетін болсақ, осы цистит, яғни уретрит ауруы осы әйел кісілерде де кездесіп жатады. Оның себебі не болуы мүмкін? Осы цистит деген жалпы не? Цистит бұл яғни қуықтың қабынуы, қуықтың мойнымен бірге қабынуы мүмкін, пришеечный цистит болады, болмаса қабырғасының қабынуы осы цистит ауруы болып келеді. Ал енді циститтің негізгі жалпы қоздырғыштары бар. Оған атап айтатын болсақ, мынау көп жағдайларда әйел кісілер ерлермен қосылғаннан кейін, болмаса жаңағы зәр шығаруын жиілеп кетеді, болмаса ауырады, ашиды, дискомфорт туындатады деп жатады. Екінші, бір аяғым салқындап қалса, болмаса бір көшеден бір жалаң жүріп қалсам, аяғым сыздап суық өтіп кетсе, болмаса жұқа киініп жүріп қалсам, осы аурумен үнемі зардап шегіп жүремін дейді. Ал енді қарап отырсақ, достар, мына әйел кісілердің қуғының қабырғасына әртүрлі бактериялар өтуі мүмкін. Соған байланысты сол жердегі жергілікті қабырғасының қуықтың қабынуына байланысты зәрдің жиі шығуы, болмаса ашыбы, ауру сезімдері осы цистит ауруына байланысты. Ал енді цистит ауруының жалпы қоздырғышы деп айтсақ қандай? Ол жалпы мынау бірінші стафилококк бактериясы болуы мүмкін. Стафилококк, стрептококк, ауада жүрген инфекциялар, таяқшалар болуы мүмкін. Болмаса жаңа клепсила таяқшасы болуы мүмкін, яғни микроб болуы мүмкін. Осылардың зәр жолына түсу арқылы осы цистит ауруын яғни қабындырады. Екінші келетін болсақ, бұл жыныстық жолмен берілетін инфекциялар болуы мүмкін. Хламидия, трихомониаз, басқа да жаңағы гарденеллез сияқты жалпы басқа инфекциялар осы үрпі жолынан түсетін болса, әйел кісілердің осы арқылы қуыққа өтіп, сол жерде жергілікті қабыну туындатады. Сонымен қатар, екінші жағдайларда осы циститтің геморрагиялық түрі бар, яғни геморрагический цистит дейміз. Бұл яғни зәрдің қанмен бірге шығуы, қан аралас. Ол қалай болады? Яғни қабынған осы қуық жолдарында ұсақ қан тамырлардың яғни жарылуына байланысты сол жерден қанның кетуі байқалады. Соған байланысты осы геморрагиялық цистит деп аталады. Енді осы цистит ауруының қоздырғышын қалай анықтаймыз? Алғашқы мынау тексеру барысына жалпы зәр анализі кіреді. Зәр анализі, сонымен қатар ультрадыбыстық зерттеу, одан кейін анализ, яғни бак-пассив, яғни зәрді бак-пассивке тексеру. Бұл жерде не алуымыз мүмкін? Бірінші зәр анализінен қабыну процесінің бар жоғын анықтаймыз. Одан кейін ультрадыбыстық зерттеуден қалдық зәрдің қуықта қалып кетуі бар ма, жоқ па, қуықтың қабырғасы қандай, қалыңдаған ба, қалыңдамаған ба, соны білуге болады. Одан кейін жаңағы бак-пассивтен осы қуық жолдарына қабыну туындатқан бактерия бар ма, соны анықтау үшін осы бак-пассивке анализ тапсырылады. Яғни бұл бак-пассивтен қорытындысы 3 күнде, 5 күнде, 7 күнде шығып жатады лабораторияға байланысты. Осы жерден алынған бактерияның қай түрі шыққан болса, соған бағытталған ем жасау керек. Оның емнің түрі антибактериалды ем жасалуы мүмкін, антибиотиктер тағайындалуы мүмкін. Одан кейін жаңағы иммуномодуляторлар, иммундық жүйені көтеретін препараттар тағайындалуы, интерферон, сол сияқты басқа да дәрі-дәрмектер тағайындалуы мүмкін. Сонымен қатар оросептиктер тағайындалады. Фурагин, фураданин сияқты цистин, цистанол, сосын тағы да манурал, берин сияқты препараттарды осы цистит кезінде қабылдап жатамыз. Яғни осы препараттарды қабылдаудың негізгі дұрыс жасау керек. Өйткені көп жағдайда осы мануралда, болмаса басқа да препараттарды дұрыс қабылдамай күндіз қабылдап қояды. Әсері болмай жатады. Оны негізгі осы мануралды қабылдау уақыты негізі түнгі уақытта қуықты толық босатып, ұйықтардың алдында ғана қабылдау керек. Өйткені дәріні қабылдағаннан кейін тыныштық ұйқы керек. Мына дәрінің ағзаға әсер ету үшін дәретке бармау керек. Сол себепті қуығыңызды толық босатқаннан кейін осы препараттар қабылдасаңыз, ең алғашқы симптомдарын жоюға болады. Енді тағы айта кететін жайт бар. Егер де сізді осы жайт жиі мазалайтын болса, сізге міндетті түрде анализ тапсырғаннан кейін барып ем тағайындау керек. Өйткені дәрі-дәрмек ішіп аласыз, қабылдап аласыз, сізде клиникалық белгі жойылып кетеді. Ертең анализден көрсетпеуі мүмкін.
инфекция ма, бактерия ма жойылып кетті. Егер де мысалы жыныстық инфекциялар болатын болса, ол ерлі зайыпты болатын болса, сіз күйеуіңізді тексерту керек. Может, сіздің араларыңызда жүрген инфекция осы қуықтың қабынуын туындатуы мүмкін. Соған байланысты осы циститке қандай тексеру әдістері, цистит деген жалпы не, сонымен қатар қалай емдеуге болады туралы сіздерге толық ақпарат бердім деп ойлаймын. Ал енді достар, видеомыз ұнаған болса, осы аурумен зардап шегіп жүрген әйел кісілер болатын болса, осы видеоны таратуды ұмытпаңыздар. Біреуге болса, біреуге көмегіңізді тигізіңіз. Және де біздің арнаны қолдап кетіңіздер. Подписаться мәзірін басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.